Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, эфирде бірінші студия бағдарламасы. Осы жылдың 16 мамыры күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлыққа қол қойған еді. Бұл құжат елімізде кітап оқуды насихаттауға, жастар арасында білімге деген құштарлықты арттыруға және зияткерлік әлеуетті нығайтуға бағытталған. Жарлық аясында бірқатар кешенді шаралар жүзеге асырылады деп күтілуде. Осы ретте студиямыздың бүгінгі қонағы Павлодар облыстық кітапханасының басшысы Шахметова Шолпан Баянқызы келіп отыр. Шолпан Баянқызы, қош келдіңіз. Қош көрдік. Алғашқы сұрақ, және жарлық бекітілді дедік қой, қол қойылды. Соның аясында біздің облыстық кітапханада қандай жұмыстар атқарылмақ, жалпы жоба қандай жоспарлап отырсыздар? Әрине, бұл жарлық бізге өзімізге бір жаңа серпін әкелді. Өйткені мына кітапхана саласында негізі заңнамалық және нормативтік актілер өте аз. Біз негізінде халықаралық нормативтерге, заңнамаға солай сүйеніп отырамыз да. Бірақ осындай жарлық, мен осы көп жыл салада істеймін, алғашқы рет болып тұр. Енді бұл жарлық, бұл құжат бізге әрине бағыт-бағдар беріп отыр. Негізінде мен айтарым, кітапхананың әр жұмысы, әр шарасы, әр жобасы бұл кітап оқуға тартатын, кітап оқу мәдениетін қалыптастыратын шаралар ғой, негізінде жобалар. Ал енді биыл ерекше назар аударып отырмыз. Әрине биылғы жылғы жұмыстарымызды әрине осы бағытта, барлық осы жобаларымыз, мысалы айта кетсек, әдеби вайб деген бір жақсы жобамыз бар. Бұл жерде мына қазақстандық ақын жазушылардың шығармаларын насихаттау ретінде шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бұл енді қазақстандық авторлар деп айтып отырғаным, классиктерден бастаймыз. Өзімізді қазақ классиктерден және заманауи осы қазіргі жазушыларымызды алып отырмыз. Балаларға сырттан келген, әрине сабақ кезде, мектепте, жоғары оқу орнында әрине енді оларға тапсырма береді, кітап оқыңдар дейді, және бір шығармалар талдап жатса, біз қосымша ретінде, енді біз кітапхана болғандықтан, біздің беретін жаңа ақпаратымыз, жаңа біліміміз ол қосымша балаларды және жастарды енді шаршатпай жаңағы ақпаратымызды беруімізге тырысамыз. Оларға кішкене сондай жалықпасын деген сияқты ма, жаңа ақпаратты жақсы қабылдап алсын, естеріне сақтап алсын деген сияқты. Сондықтан біз мына жобаның атауында әдеби вайб деп қойдық. Енді вайб деген ол енді көңіл күй ғой, енді жаңа шығармадан алатын өзінің несі бар ғой, өзінің көзқарасы жаңа. Бұл жерде еркін форматта және оқырман конференция түрінде. Оқырман конференция бізде әр шығарманың мазмұнына келгенде олар өздерінің пікір еркін айта алады. Өзі не ойлайды ол пікір шығарма туралы. Мысалы, кейіпкер, өзінің сүйікті кейіпкері мүмкін болар. Немесе жаңағы шығарманы оқымаса, оқуға келсе, бірақ кішкене олар күрделі болып тұрса, мысалы, бұл шарада ол шығарма туралы біліп отырады. Біледі, және ары қарай кішкене енді қызықса, мен ойлаймын, кітапты оқысы келетін сияқты. Және тағы жанды кітап деген бір жобамыз бар. Енді ол жобаға бізге 2 жылдай болып қалды. Ол кітапты, әр шығарманы, әрине ол қазақстандық авторлар. Оның ішінде классиктер де бар, жаңа қазіргі жазушылар да бар. Бұл шығарманы мысалы біз жан-жақты көрсетеміз, оны суреттейміз. Және өнер жағынан көрсетеміз, жаңа сурет салу, мысалы қол өнерден, жаңа өлеңмен, әнмен, тіпті бимен де көрсетіп береміз. Сондай бір жақсы жоба. Бұл жоба бізде мына республика көлемінде сондай жақсы баға алып, осыны қазір жалғастырып келе жатырмыз ол жобаны. Және енді менің ойымша жаңа кітап оқу отбасында басталу керек деп өзім ойлаймын. Өйткені отбасында енді бір уақыты үйде өтеді, кешке жақын мысалы ата-анасы жиналады, мысалы сабақтарын қарайды, және бір кішкене уақыт болса жаңа ата-анасымен бірге кітап оқу керек. Немесе жаңа оқыған, көрген, мысалы фильм болса да, мен барлық жерде айтып жүремін, оны талдау, жаңа ата-анасына талдау керек. Және сондықтан баладан бастау керек басында.
әрине мына балабақша бар, мектеп бар. Енді жарайды, мектепте әрине айтып жатады, оқыңдар деп жатады. Бірақ оны оқы дегенмен бала бүкіл несін тастап, ойын тастап ол оқуға жүгірмейді ғой. Сондықтан бізде осы қыркүйек айынан бастап ақылды бала деген жобаны іске асырайын деп отырмыз. Бұл жоба тек қана сенбі, жексенбі ата-анасымен бірге қолға алып отырмыз ол жобаны. Өйткені сенбі, немесе жексенбі ата-анасы, мысалы, не әкесі, не шешесі, не әжесі, немесе атасы кітапханаға келіп, жаңа баламен кітап оқи ма, кітапты талауға қатыса ма, сондай түрлі шаралар өткіземіз. Жалпы баланы кітапқа баулу кішкентай жастан, кіші жастан әрине үйде басталу керек, бірінші жас үлгі ретінде, кейін сосын ол қоғамға барғаннан кейін оның ішінде бір іргетасы болады ғой. Кітап туралы ойы, қай кітапты оқыса да, мысалы. Мысалы, үйде отырғанда, тамақтанып отырғанда, енді сөйлесіп отырады ғой, енді сол жерде, мысалы, ата-анасы осы балам кітап оқысын десе, немесе сондай бір неге процесске бейімделік десе, менің ойымша жаңаға бір кітаптан, немесе журналдан, немесе интернет желісінен бір оқиғаны алса, мысалы, осыны айтып берсе, сондай кітапта сондай бір оқиға жазылыпты, соның жалғасы бар екен, мысалы, соны оқиық бірге, қарайық, ары қарай не болды екен деген сияқты, сондай өзім бала кезімде солай болды әйтеуір. Столдың басында мен анам, өзімнің жаңа сіңілерім бар, ағам бар, столдың басында тамақ ішіп отырып, біз не фильм талқылаймыз, не жаңа оқыған кітабымызды. Енді менің заманым сол кеңес өкіметі кезінде болды. Ол кезде кітап оқу деген енді қазіргі тренд деп айта алмаймын, енді ол кезде бәрі кітап оқыды. Кітап сыйлағанды біз жақсы көретінбіз. Ұнатқан кітапты сыйласа, тура көпке дейін жететінбіз. Сондай бір заман болды енді. Қазірде енді мүлдем кітап оқымайды деп айтпаймын. Оқиды. Бірақ жүйе жоқ. Жүйе керек. Жаңа баланың оқитын өзінің әр кезеңі болады, мысалы. Жаңа кішкентай кезінен, мысалы, жаңа 4-5 жастан бастап кітапты көрсетіп, мұқабасын көрсетіп, ішіндегі жаңа суреттері қазір өзі елімізде жақсы кітаптар шығып жатыр. Әрине, ертеде ондай кітаптар болмайтыны рас. Қазіргі балалар, жастар ана үлкен мәтінді көрсе шошиды. Ол рас. Ананы қалай оқимын, ананы қалай түсінемін деген сияқты. Өйткені қазір заманда солай. Жаңағы тілдерде лексикон деген сол жетік емес. Сондықтан ана үлкен мәтінді көрсе шошиды. Жаңа комикстер неге шығып жатыр қазір? Жаңа кітаптар бір шығарма бойынша. Комикстер ана суреттерге қарап, кішкентай ғана мәтін болса, ананы өздері алып кетеді. Қазір комикстер Қазақстанда шығып жатыр, бірақ енді бізде кітапханаларда қазір көп деп айта алмаймын, бірақ бар. Жаңа батырлар туралы ертегілерді шығарып жатыр, кішігірім бір әңгімелерді шығарып жатыр. Ол өте жақсы сондай бір процесс болып жатыр, қазір соған қуанамын мен. Өйткені балаларды тарту үшін сондай кітаптар. Жаңа кітаптарды ашықпасаң, жаңа бір үй шыға келе ме, немесе бір кейіпкер шыға келе ме, ол кішкентай балаға қандай қызықты болады. Сондай кітаптарға тарту керек, меніңше. Негізі кітап қорларыңыз толығып келе ме? Қазір қанша бар облыстық кітапханада, және биыл қандай кітаптармен толығу жоспарланып отыр? Әрине, жыл сайын бізге бюджеттен ақша бөлінеді, біз кітап аламыз, және бізге осы өзіміздің қаланың тұрғындары кітап сыйлайды. Мысалы, сатып алады ғой, үйлерінде жаңа оқиды, мысалы өзі де оқиды, немесе баласы да оқиды, енді оларға алады ғой, оқи ма, оқымай ма, әрине оны біз білмейміз. Содан кейін ана кітап жата бергеннен кейін олар қайда ол кітапты лақтырмайды ғой, олар кітапханаға алып келеді. Ол тіпті жақсы бізге, өйткені кейбір кітаптарды олар қымбат сатып алады. Мысалы, біздің өзіміздің жағдайымыз келе бермейді, жақсы көп кітап ала беруге. Бюджеттен берген ақша әрине біз енді әрине ересектерге де алуымыз керек, балаларға да алуымыз керек. Балаларға кітаптар қазір көп шығып жатыр. Өзім жуырда мына Астана қаласында сәуір айында кітап күнінде күндері болды ғой, жәрмеңке болды, кітап жәрмеңкесі. Сонда қызыққаным, жаңа Қазақстанда неше түрлі кітаптар шығып жатыр. Туры тартымды, қызықты, заманауи
Тіпті осы Батыс Қазақстанда 2 егіз бала бар екен. Олар өздерінің өздерінің жастағы балаларға арналған сондай бір қалай айтсам екен, сондай шытырма оқиға ретінде сондай бір кітаптар шығарыпты. Оны 5 тілге аударыпты. Соның тұсаукесері болды. Бірақ қазір енді кітапханаға алған кітаптардың ішінде мен өзім Баянғали Әлімжановтың Мейірімді Асқар деген кітапты өзім етім келеді, атап өткім келеді. Өте жақсы жазылған, оңай оқылады, өзі несі мәтіні тура көзге жақсы көрінеді. Және Сәуле Досжанның Ауылдан шыққан миллионер деген кітап бар. Ол да жақсы қазір алынып жатыр. Бірақ енді кітапханаға келгенде балалар мысалы қазір Әуезовтің Көксерегін жақсы оқып жатыр екен. Біз енді әр ай сайын мониторинг жасап отырсақ, мысалы мына мамыр айында Көксеректі жақсы алыпты. Жақсы оқыпты Көксерек. Және ертегілері. Содан кейін Зира Наурызбаеваның Приключения Бату деген 2 тілде. Енді негізінде орыс тілінде көп болады, оның бірақ аудармасы да бар. Өте қызықты, өйткені ол жерде сондай бір оқиғалар көп, балалармен тарихи сондай нелері көп. Былтыр осы уақытта сіз келгеніңізде сізден сұраған едім, жалпы қай кітапты көп? Ақберен Елгезековтің кітабы. Сол кезде фильм шығып жатты былтыр, балық шақ туралы, иә? Сол кітапты сіз айттыңыз, бәрі көбісі таласып оқып жатыр дедіңіз. Биыл енді Көксерек, иә? Иә, Көксерек болып тұр. Өйткені енді әр ай сайын өзі өзгеріп тұрады жаңағы. Енді мониторинг жүргізесіздер ғой, иә? Иә, болмаған балалық шақта, мысалы, осы наурыз айында бір айда жақсы оқылды, жақсы алынды. Қазір міне неге Көксерек, содан кейін Зира Наурызбаеваның Бату туралы нелер, кітаптар, оқиғалар. Жақсы. Оқырмандар саны қалай? Өзіңіз енді осы облыстық Торайғыров атындағы кітапханада 1 жыл еңбек етіп жатқан жоқсыздар, біраз жыл болды. Білесіз, жалпы саны қалай? Өсіп отыра ма, жастар ма, үлкен адамдар көп келе ма деген сияқты? Енді әрине оның бәрін мониторинг жасап жатамыз, әрине есеп береміз, статистикасы бар. Бұлай енді алсақ, осы жылдары алсақ, жаңа 90-шы жылдары мен 2000-шы жылдары бар ғой, 10 жылға дейін кішкене бір не болды, төмендеді. Әрине қиын кезең болды. Қазір мысалы 2010-нан 15-тен басталып, жаңа оқырмандар көбейе бастады. Және аяқпен келетін оқырмандармен қатар виртуалды оқырмандар көбейе бастады. Бізде енді осы өлкетану бойынша бірнеше ресурстарымыз бар. Өзіміздің өңір туралы, өңірдің жазушыларының кітаптарын цифрлық форматқа көшіреміз ғой. Соны біз әлеуметтік желіде немесе интернет желісінде біз беріп отырамыз. Сонда қарағанда, мысалы, оқылымы жақсы екен. Мысалы, өзіміздің осы жергілікті Шолпан Байғалы, мысалы, Серік Елікбайдың кітаптары жақсы оқылады. Біз несіне қарап отырамыз, статистикасына. Ақын Алақанұлының, Арман Қанидың, Ғалымбек Жұматовтың кітаптары оқылады екен. Және сала бойынша кітаптарды оқылады екен. Бізде енді жүктеп ала алмайсың, ол неде кітапханамызда, бізде онлайн кітапханамыз бар. Ол жерде жүктеп ала алмайсың, сол жерде ғана оқуға болады. Сондықтан біз жаңағы статистика қарағанда сондай. Оқырмандар жыл сайын, әрине өзіміздің құрған жоспарымыз бар ғой. Жоспарлайды. Бізге үстінен түсіріп тұрады. Соншама бала керек деген сияқты, соншама оқырман керек деген сияқты. Бірақ біз емін еркін ол жоспарды жасаймыз, одан да асырамыз. Себебі келушілер көп. Келушілер көп. Қазір балалар көбейіп жатыр. Әсіресе қазір жазғы уақытта бізде жазғы оқу бағдарламасы бар. Күн сайын таңертең сағат 9-дан балалар келе бастайды, топырлап жүреді, ана жерге барады, ана жерде отырады, жатып та оқиды, былай да қарап жатады, бір жерде ойнап та жатады. Енді барлық жағдай жасалған біздің өзіміздің Сүлеймен Байезов атындағы оқу орталығында. Сондықтан біз енді соны көріп әрине қуанамыз. Цифрландыру бойынша айта кетіңіз, жаңа айттыңыз, виртуалдық оқырмандарымыз көбейді дедіңіз жалпы. Қанша кітап цифрлық форматқа көшті? Цифрлық процесс негізінде неге байланысты? Заңға, интеллектуалды өнімді қорғау несі бар ғой, заңы бар ғой. Сондықтан біз автордың келісімсіз оны цифрлық форматқа көшіре алмаймыз. Біз енді облыс бойынша өзіміздің жұмыс 2006 жылдан
жалғасып келе жатыр. Қазір өзіміздің цифрландыру орталығы бар. Қазіргі таңда мысалы 300-ден астам автормен келісім шарт бар. Мысалы жаңа кітап шықса, бізде тұсаукесер өткізсе, немесе кітапханаға сыйласа, әрине ол автормен біз әңгіме құрамыз, айтамыз. Сіздің кітабыңыз тек қана осы физикалық түрде сөреде тұрмасын, бұл кітапты виртуалды оқырмандарда оқысын дегенде көбісі келісімін беріп, келісім шартқа қол қойып, ол кітаптарды біз цифрлық форматқа көшіреміз де, жаңа айттым ғой, жүкте болады, жаңа өзіміздің авторлар қуана оған келіседі. Өйткені мысалы енді бүкіл қала кітапханаға келмейді ғой, әрбір десе. Енді жыл сайын бізде қазір 20 мыңнан аса тұрақты кітап оқырманымыз бар, 20 мың. Енді тек қана біздің кітапхананы алғанда, енді облысымызда қалада өзі 8 кітапхана бар, бізден басқа мысалы да, және ауылдық кітапханалар бар осы маңайда. Соларға мысалы қалалық жүйеде мысалы бір 60-65 мың болса, мысалы, ол енді өзіміздің қалада бір 300 мыңнан асатын тұрғын бар ғой негізінде. Соның бір кішкентай бөлігі бәрібір десе келеді. Әрине жыл сайын жаңадан пісіп қалған өзіміздің оқырмандарымыз келіп жатады, соған қуанамыз. Тартып жатады, біз экскурсия көп өткіземіз. Өте көп. Келсін, көрсін, қолмен ұстап көрсін деген сияқты. Қазір енді өлкетану бағытты кітаптарды цифрландырып жатырмыз деп айтып жатырмын ғой. Өйткені біз мысалы классиктерді цифрландырамыз. Бірақ классиктер олар өз әлеуметтік желіде бүкіл жерде бар. Электронды кітапханалары бар. Оны біз оған тиіспейміз, өйткені оқырман оны тауып алады. Біздің өзіміздің жергілікті авторларды цифрлаймыз. Енді қазіргі таңда мысалы жалпы қорымызда, біздің қорымызда бір 20 мың, енді былай анық айтпасам, енді айтпасам да бір 20 мың дана кітап болса, оның мысалы бұл не бойынша? Дана бойынша. Ал енді атаумен олар азақ қой, бізде енді көп кітап шығып жатыр деп айта алмаймын. Шығады әрине бір 5-6 кітап жылына. Соны біз цифрлық форматқа көшіреміз. Енді қазір айтсам, негізінде біздің жаңа онлайн кітапханамызда 13 мыңнан асты сондай цифрлық кітап бар. Ақыры сол цифрға келдім ғой, әйтеуір айттым. Санмен айттым. Өйткені күн сайын біз қосып отырамыз, көбейтуге тырысамыз, өйткені виртуалды оқырманды ұмытпау керек. Олар кейбіреулер келе алмайды, кейбіреулері қашықтықта болады. Мысалы, үйде отырып осы жерде қарай салайшы дегенде бар. Мысалы, өзіміздің белгілі тіл жанашыры Шолпан Доқтұрбайқызы Кенжикова бар. Соның оқу құралдары өте жақсы сұранады. Біздің онлайн кітапханамызда ол өзіміздің кітапханамыздың досымыздың оның бүкіл құралдары, жаңағы оқулықтары барлығы осы онлайн кітапханамызда бар. Шолпан Баянқызы, айта кетіңіз, жалпы тапшылық бар ма кітапханашыларға? Жастар келіп жатыр ма негізі сіздерде? Әрине бұл сұрақ өте күрделі, өйткені кітапхана саласында кітапханашылар, нақты кітапханашылар бізде азайып келе жатыр. Енді біздің буын әлі істеп келе жатыр. Бізден кейінде, менен кейінде бар. Мен өзім 40 жылда істеймін ғой. Өзім арнайы сол кітапхана ісінің факультетін бітіргенмін. Көбісі таңғалады, сондай факультет бар ма екен деп. Ол бар, болды. Әлі күнге дейін мамандық бар, қазір өзіміздің Торайғыров университетінде. Бірақ жоғары білім алатындардың арасында жұмыс істеп жүргендер алып жатыр. Ал абитуриент болып мектеп қабырғасынан келіп жатқандар санаулы, аз. Ал кітапханаға жастар келіп жатыр. Бірақ келіп, енді мысалы 5-еу келсе, мысалы 3-еу қалады. Олар істеп жатыр қазір. Шолпан Баянқызы, енді студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бердіңіз. Сізге көп рахмет. Қымбатты көрермен, бағдарлама осымен тәмам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.